Бұндай өзен еш әлемде жоқ. Шымкенттік Күләш Тұрғанбаева күнде таңертең Қошқарата өзеніне шомылады. Зейнеткердің мұздай суға түсіп жүргеніне биыл тура 10 жыл болды. Денсаулығым мықты, иммунитет көтерілді, кортизол нету, сонымен енді бақытты болып жүрміз. 54 жастағы Гүлназ Омарова да 8 айдан бері әр таңын осы өзенде қарсы алады. Ол жағада жаттығу жасап жүріп, суға шомылған әйелдерден шабыт алған. Енді келген кезде мен аяғым жаурайтын суға түскен кезде. Қазір Құдайға шүкір қыстың күні де түстік, қар болғанда да түстік. Денсаулығым өте жақсы. Ал Шайра Исламова 2020 жылы күйзеліске түсіп Қошқаратаға келген. Жыл 12 ай бойы температурасы +13 градустан аспайтын өзен бастауы оның жанын емдепті. 6 жылдық тәжірибесі бар кейіпкеріміз мұздай суға түспес бұрын міндетті түрде дәрігерге қаралып, рұқсат алу керегін ескертті. Если дәрігер сізге болады, сіз уже дайынсыз шомылуға болады десе, тек қана сонда келуге болады. Қарын ашқай келу керек. И кейін осындай резко түсуге болмайды суға. Жайлеп, аяқтан бастап, бірінші келген адам обязательно бір түсіп, шығып, тез-тез киіну керек. Сіз Қошқарата өзеніне түстіңіз бе? Пікірге жаза кетіңіз.